Қалайсыздар? Сіздермен бүгін мен Микопис арнасы. Бүгінгі видеода One Piece'ті қысқаша айтатын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Алдыңғы бөлімде Фуджитора Мугивараларға қарсы аттанған болатын. Мугиваралар дозорнилардың келе жатқандығын естіп, олармен соғысуға аттанып кетеді. Луфи сол баяғыдай дозорниларды жалғыз өзі-ақ шашып тастайды. Дозорнилар болса Мугивараларды тез арада қолға түсіріңдер деп барлығына бұйрық беріп жатқан еді. Барлығы да өз өмірлері үшін күресіп жатқан еді. Содан соң Луфи, сенің әкең шынымен де кетіп бара жатыр ма десе, оған қыз айқайлап береді. Луфи содан соң қызы алып қашып кетеді. Дозорнилар Луфиға қарап атайын деп тұрған еді, бірақ та принцессаға қарай тиіп кетсе не істейміз деп уайымдап тұрған жайлары бар бұлардың. Бәрібір не болса да ол болсын деп атады. Содан кейін Луфи жерге түскеннен кейін оған шабуыл жасап көрген еді. Қолдарынан түк те келмей Луфи тағы да қашып кетеді. Қыздың кішігірім өмірін көрсетеді. Очень хочу. А это тебе от твоей мамы? Ты не нравишься мне, потому что ты не смог защитить мою... Я научу тебя, как не дать поранить... Кираның алдына жылап келеді. Сен шынымен де кетіп бара жатырсың ба? Деген кезде екеуінің қайғылы оқиғаларын көрсетеді. Я твой отец. Да, давай жить вместе. Принцессаның енді қайтып келмейтіндігін айтады. Менің орныма келесі сен принцесса бола аласың деп оған тастап кетеді. Содан соң дозорнилардың кемесін көрсетеді. Трафальгар Ло мен Сенгоку әңгімесін бастап кетеді. Сенгоку Корасанның дәл осылай оп-оңай қайтыс болғанына сене алмай, көзіне еріксіз жас беріп жылаған еді. Знать. Что ты делал на острове? Сенгоку Лоға, сене ақ Корасанның ди-инсидиалы бар екендігін ел жұрттарға айттың дейді. Без понятия. Дураком не прикидывайся. Бәрін қойшы, мына жақта Фуджитора білгенін істеп жатыр ғой. Өзінің фруктысын қолданып гравитациясымен үйлерді ауаға ұшырған еді. Осыны көрген Луфи Фуджитораға атака жасайды. Он адмирал дозора, ты что творишь? Луфиға кім болсаң да қызықтырмайды екен. Адмирал дозора или Йонко, я одолею их всех, иначе я не смогу стать королем пиратов. Фуджитораның күшін біліп алғысы келіп, оған аяқпен, қолмен, баспен ұрады. Чё смешного, засранец? Фуджитора ашуланып шынымен атака жасайды. Луфи мен Фуджитора шайқасып жатқан кезде гигант Хаджуридин оны ұстап алып қашып кетпекші болған кезде Фуджитора өзінің күшімен блоктап тастаған еді, көпірді. Позволь проводить тебя в Фуджитораның осылай кедергі жасағанын көріп, артындағы адамдар Фуджитора, сен сондай ақмақсың, сені жек көреміз, Мугивараларды жібер деп оған айқайлайды. Фуджитора көзі көрмесе де сезеді. Сөйтіп Мугивараларды жайына қалдырған еді. Хаджуридиннің кемесінде жаңа адамдармен таныстырады. 75-ші нөмірдегі ең керемет пираттар. Содан соң Бартолмео. Хаджуридин альянсы. Кішкентай Лео. Гиганттар. Содан соң ең соңғысы флот капитаны Йонда Мария. Барлығы да жақсы таныстықтарын бастаған еді. Содан соң енді барлығымыз да Луфи саған көмектесіп, сенің командаңа қосылсақ қалай дейді. Мұнандай үлкен команда болса да мен қарсы болмас едім деп айтады Хаджуридиннің командасына. Содан соң оларға атака жасау басталады. На жақта Фуджитора да қарап қалмай халыққа көмектесу үшін толқындарды көтереді. Становимся последователями Мугивары, чтобы отплатить ему за то, что он для нас сделал. Мы поднимаем эти сыновьи чаши, посвящая наши души и жизни. Осылайша Луфи өзінің командасына жаңа адамдарды қосқан еді. Френки болса өздерінің приколдарын көрсетуге көшті. Хаджуридиннің командасындағы адамдар да қарап қалған жоқ. Бұл енді басқа оқиға, ендеше биді көрейік. Какая милашка! Дресрозада Луфи Дофламингоны жеңгеніне орай оған мүсін орнатады. Сенгоку мен Фуджитора әңгімелесіп отқан кезде Фуджитораға сен Аккайнудан кешірім сұрай салсаңшы деген кезде ол сондай жауыз және де өзімшіл дейді. Дофламинго болса түрмеде ішіп алып ойына келген сөздерді айта бастайды. Положу начало самой грандиозной борьбе за власть в истории.
Кайдоның қайығы болса Дофламингоның қайығына бара жатқан еді. Неге екендігі түсініксіз. Impel Down'да Луфиға қарсы сөздер айтылса да бір жеріне де қыстырмайды. Мына екеу болса Луфидің көтіне кіре алмай әлек. Мугиваралықтар Трафальгар Лоның наградасы өскендігін біледі. Өздерінікі болса 500, Зороныкі 320, Нико Робин 130, Фрэнки 94, Год Усоп 200 миллион белли. Арғарай айтатын болсақ, Фрэнки 83, Нами 66, Чоппер 100, Санджи 177 миллион белли. Бір-бірінің наградаларын көргеннен кейін Бартолмеоның кемесіне аспаннан тастар жауа бастайды. Бұны Луфи смело атып түсіреді. Бұл нәрсе Бартолмеоға қатты ұнайды. Я так счастлив! Делайте что-нибудь, идиоты! Түн болды. Мугивара Луфи болса қарны ашып ет жеуге бара жатады. Содан соң Луфиді біреулер тартып алады. Делали это, сестра? Да. Правда, одного лишнего тоже взял. Мына әйелдер болса біздің Мугивара Луфиімізді шахтада ұстап алған екен. Оған тамақта суда бермей, сенің накамаларың өліп қалды. Енді бізге қосыласың деп оны қинайды. Луфи болса менің накамаларым сен сияқтылардан өлмейді дейді. Мына жақта болса какой-то бір no name өздерінің наградаларын халыққа айтып жатады. Олардың шын мәніндегі наградасы 50 миллион мен 100 миллионның арасында ғана. У меня пират с наградой в 500 миллионов. Мугивара Луфи, которого ты хотел поймать. Настоящий Мугивара Луфи! Бұлар халыққа. Біз Мугивара Луфиді ұстап алдық. Тіпті біз сендер айтып жүрген 4 Йонкодан да мықтымыз. Бізге қосылыңдар дейді. Біз шын Мугивара Луфиді ұстап алдық деген кезде Бартолмео атып шығып, оларды қырып тастайды. Бартолмео мыналарды жалғыз өзі қырып тастаған кезде мына қыз бұның танысы болып шығады. Содан соң барьерді орнатады. Луфи болса айналып сыртқа қашып кетеді. Бартолмео Мугивара Луфиді құтқарғаны үшін өте үлкен алғысын айтады. Екеуі сөйлесіп тұрған кезде жердің астына түсіп кетеді. Мыналар болса Мугивара Луфиларды ұстай алмағанына бір жерлері ашып кетеді. Дрезина скоро приедет. Мугивара Луфилар болса біз жоғарға қарай ұшып ары қарай секіре аламыз деп ойлаған еді. Сөйтсе жердің астына түсіп кетеді. Бартолмеоның танысы мына қыз бұрынғы командаласы болып шықты. Титаниктағындай адамдардың барлығы да өлді деп ойлаған едік, тірі секілді. Я рад, что есть выжившие. Мына қыз болса кез келген нәрсені тез айдай алады, ең жылдам. Менің енді ешқандай да қайығым жоқ, сондай бейшарамын деген кезде оған қайық сыйлайды. Бартолмео болса Мугивара сондай жақсы адам, ол сен ойлағандай жаман адам емес деп оған түсіндіреді. Күміс қарақшылары болса шахтаға түсіп жердің астындағы қазба байлықтарды тонап жатқан еді. Күнімен түнімен осы шахтаны қазамыз дейді. Содан соң пойыздан бір адам шығып Мугивараларға бомба лақтырады. Ол косой болғаны соншалық оларға тимейді. Мугивара Луфидің тұрғанын көріп шарды тесіп жібереді. Ты во что целился? Туловище у меня не такое большое. Луфиді жеңе алмайтындығын түсініп бұл жерден қашып кетеді. Содан соң тез арада қашып бара жатқан кезде Бартолмео оның жолын бұрып жібереді. Әйтеуір дегенде бір жауымыздан да құтылдық дейді. Енді бұл жерден тез арада қашуымыз керек деген кезде мына қыз мотивация береді. Менің атым Desire, сендер бұндай керемет атты естіп едіңдер. Енді менің айтайын дегенім, біз бұл жерде соңына шейін шахтада қалып жұмыс жасауымыз керек. Соңына шейін жұмыс жасамайтын болсақ, бізді өлім күтіп тұр. Қане жігіттер дейді. Идем с ним! Шахтаның хозяйны Мугивараларды көріп қойып оларға атака жасайды. Луфи жерге домалап бара жатқан кезде Бартолмео оның қарнына түседі. Оған ол нәрсе қатты ұнайды. Жолды көрген Мугиваралықтар дереу қашуға аттанады. Олардың алдынан жаңа топ күтіп алады. Кабардак! Вспышка огненного хлыста! Мен мынандай отты өмірімде кесе алған жоқпын дейді. Содан соң олардың накамаларын бірін ұстап алған кезде Зоро оларды босатады. Енді өздеріңмен өздерің күресіңдер дейді. Біздің Зоромыз болса өзінің кереметтей күшімен 3 қылышын алып жаңа күштерін көрсетеді. Мугиваралықтар сөйлесіп тұрған кезде алдындағы адам бұларға былай дейді. Ей сен, қыз,
Сен мені жақсы адам деп ойлап жүрдің ба? Мен сені осы уақытқа шейін қолданып келдім. Мен сондай жаман адаммын, я? Не айтсаң да соны айт дейді. Нашим сочувствием! На тебя жалко смотреть. Луфидің бір жері ашып кетеді. Бұған атака жасайын деп жатқан кезде Мугивара Луфи бұны смела шашып тастайды. Бұл құлағаннан кейін көмекке накамалары келеді. Мен қазір Мугивара Луфиларды смела алып тастаймын, оларды жеңемін дейді. Луфи да өзінің оңай шағылатын жаңақ емес екендігін дәлелдеп оған ұрып жібереді. Ұрғаннан кейін жердің астына түсіп кеткен кезде оны жаңа адам күтіп алады. Менің бастығым сені күтіп отыр, дереу онымен сөйлестейді. Бұрын мына жадный адамның командасында жұмыс жасағандығы белгілі болды. Мугивара Луфи енді сені точно жеңемін деп келе жатқан кезде лава атқылайды. Бартолмео дереу барьерін қолданып үлгереді, бірақ та Дизайрды құтқара алу, құтқара алмау екі талай болып тұр. Дизайрды Бартолмео құтқара алды. Мугивара Луфи болса бағалдегі өзімшілді бірақ удармен ұйықтатады. Осыдан соң Бартолмео оған ұсыныс жасайды. Мен Мугивара Луфидің фанаты емесмін, бірақ король пиратов атанамын дейді. У тебя нет ни шанса против Луфи-сэмпая! Не попробуешь, не узнаешь! Содан соң бізге басынан бастап көрсетіп жібереді. Шанкс Луфиді құтқарып қалғандығы, оған өзінің шляпасын бергендігі. Мугивара Луфи Зороны құтқарып қалғандығы. Зороны өзінің командасына қосып алады. Зоро өзінің арманын айтады. Мен болашақта ең мықты мечник боламын дейді. Әрі қарай бізге Арлонгты көрсетеді. Ол сондай жауыз адам еді. Енді біз не істейміз деп жатқан кезде олар Арлонгтың жеңгендігін бізге қайтадан көрсетеді. Усоп пен Куроны да барлығында көрсетеді. Чоппермен қалай танысқандығы, доктор Аринаның өлгендігі, Ника Робиннің жылап болса да оны құтқарғандығы, өткен шақтың барлығында көрсетеді. Содан соң Фрэнкимен де оқиғаларын бізге көрсетеді. Мугивара Луфи болса Фрэнкиге ұсыныс жасайды. Ұсынысын қабылдап жақсы адам екендігін түсініп, Мугиваралардың жаңа адамы болады. Менің атым Брук. Мен сөйлейтін скелетпін. Жасым сендерден әлде қайда жоғары. Мен Роджерді танитын адамдардың бірімін дейді. Осылай жаңа таныстықтары басталады. Әрі қарай Маринфордтағы дозорниларды бізге көрсетеді. Адмирал Кизарудың алдына келіп, Белаустың балдары Марко Тичтардан жеңілді дейді. Олар жеңілсе де маған қызық емес деп, әрі қарай бізге Зоро мен Бартолмеоларды көрсетеді. Бартолмео болса сағыз шайнайды. Вам жвачка по всему кораблю! Чё за бред? Мугивара Луфидің адамдарының бірі жолда дүрбімен қарап тұрған кезде алдарынан дәу бір нәрсені көріп тұрмын дейді. Барлығы да анықтап қараса бұл өте үлкен піл болды және оның үстінде үлкен қала бар. Ол 1000 жылдан астам бойы осы жерде өмір сүретіндігі белгілі болды. Осыны естіп барлығы да шок болады. Бұның үстіне шығуда бір проблема екен. Мугивара Луфилар болса қайтпай сонда да мына пілдің үстіне мінеміз дейді. Бұл піл бір орында тұрмайды екен, жаймендеп алдыға жылжиды. Куала драгонға біз алдында іздеп жүрген қару, оны Дресрозадан таптық деп жеткізеді. Мына жақта Сабо болса өзінің кереметтей әдістерін көрсетуде. Оппо, алдымызда Черная Бараданың кемесімен адамдар келе жатыр. Бір жес болса алдымызда үлкен қала бар, бірақ ол әппақ дейді. Ол революционный армия Драгонның островы болып шықты. Что единственными сыновьями Белауса были люди из его команды. Мам! Я же сын Белауса! Өте ұят, мына әйел болса Белаустың баласың деп осыны алдап келген көрінеді. Өзінің байлығын көбейту үшін. Я люблю тебя! Мамочка! Ты должен найти и покончить с оставшимися членами пиратов Белауса. Сен Белаустың командасындағы капитандардың барлығынан да мықтысың. Келесі кезек Мугивара Луфимен кездесуін қажет дейді. Әрі қарай бізге Клоун Баггидің островын көрсетеді. Клоун Багги Кросс-Гильяның негізін салушы. Командасында Михок пен Крокодайл секілді мықты адамдар да бар. Дофламингоны болашақта өзінің командасына қосу жоспары да бар. Бұны әрқашанда қолдайды. Багги осылай тұрған кезде артындағы адамдар Хаджуридин Мугивара Луфидің командасына қосылды дейді. Бұны Багги естіп қатты ашуланады. Кенджуро болса бір түсініксіз сурет салады.
существо! Осыдан кейін екеуі кетіп қалады. Бартолмеоға болса өзінің рахметін айтып қоштасады. У меня по имени в первый раз! Круто, босс! Мугивара Луфида қоймайды екен, қалайда болсын Зояның үстіне мінемін дейді. Кенджа-кунның арқасында Зояның үстіне міне алды. Мугивара Луфи қалайда болсын Зояның үстіне мінемін деп талпынады. Милый. Ладно, Реновский, молодчина! Мугиваралықтар әйтеуір дегенде Зояның үстіне шыға алды. Кенджа-кун молодец. У тебя получилось, молодец! Горжусь тобой. Реновский! Мугиваралықтар әрі қарай өз сапарларын жалғастырды. Бұл Зоя дейтін кішігірім қала, оның үстінде қала тұрғындары да өмір сүретіндігі белгілі болды. Әрі қарай бір қаланы көріп сол жаққа аттанады. Луфидан басқасының барлығы да бірге жүр. Прыгнула в воздухе. Стой! Мына қыз болса крокодилді бағындырып алған немене? Содан соң Мугивара Луфи болса монстрлармен кездесті. Марковка мыналардың Мугивара Луфи екендігін түсініп, оларға атака жасамау керектігін айтады. Мугивара Луфилар болса енді Луфиді іздеу керектігін айтады. Бұл ақпараттардың барлығын беріп отырған Лоның накамаларының бірі Беппо болып шықты. Мугивара Луфи болса жаңа адамдардың бірімен шайқасады. Бұл адамды болашақта айтатын боламыз. Мына жақта Марковкада әйтеуір біреумен шайқасып жатыр. Мына горилла болса Луфи екеуінің шайқасын тоқтатады. Лақабаты болса қара арқа, Минг горилла. Мугивара Луфи Лоның командасындағы адамдармен танысады. Лоның адамдары Луфиға рахметін айтады, себебі оны Дофламингодан құтқарып қалғандығы үшін. Мугиваралықтар үйдің қалай қирағандығын іздестіріп жатса, Усоп болса алды-артына қарамай айқайлап жүр. Могут быть где-то здесь! Нас хватит! Мугиваралықтар үлкен крестің тұрғанын көріп қорқып кетеді. Усоп болса, біздің барлығымыздың айтып жүрген адамымыз осы жерде, осы соғыста өлген болуы мүмкін дейді. Барлығы да жер сілкінісінің неден болып жатқандығын түсінбейді. Сөйтсе бұл Зоя ара-арасында осылай жерге су шашып тұрады екен, себебі құрғақ болып қалмас үшін. Мугивара Луфи болса акулаға жем болуына сәл қалды. Осторожно! Спасла меня, спасибо. Кринжаралар болса да Мугивара Луфилар сияқты Зояның үстіне шығуға талпынып жатыр. Бірақ олар да су алып кетеді. Мугивара Луфилар болса тамақ іздеуге аттанады. Бұл жақтан тамақ іздеуде оңайға түспейтіндігі анық. Трафальгар Лоның адамы Беппо болса тез арада оралуын айтады. Робин мен қалғандары болса мына қаланы толығымен зерттеуіміз керек. Мына піл қалай ғана су шашып тұр, бұл жерде барлығы да түсініксіз дейді. Әрі қарай бізге бір оқиғаны көрсетеді. Знаю, что он здесь, а я говорю, его нет. Су кеткеннен кейін Мугивара Луфиларға бұл жақта бұрын дозорнилар келген. Олар Джекқа көптеген атакалар жасаған дейді. Өкінішке орай Джекті баяғы главный командующилардың бірі Сенгоку қолға түсірген дейді. Әрі қарай екі жаққа бөлініп кеткен Мугиваралықтар кездеседі. Егер де біздің капитанымызды бермейтін болсаң, мен сені өлтіремін деп қорқытады. Поняли? Что? Әрі қарай Мугивара Луфилар мен жаңа адамдар танысықтарын бастап тойлауға кіріседі. Сіздермен бүгін болған мен Мико Пис, келесіде кездескенше, келесі бөлімдерін ұзақ қылып шығаратын боламын. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар.